Қайырлы таң қазақ елі. Қазақстан ұлттық телеарнасында бүгін жексенбі бағдарламасы. Өздеріңізбен қайта қауышып отырғаныма мен бек қуаныштымын. Сіздердің демалыстағы көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болу үшін біздің шығармашылық топ не тындырды деп отырған боларсыздар. Ендеше аңдатпаға назар салыңыздар. Бүгін жексенбі. Демалысыңыз сәндеде мәнді өтсін десеңіз, бізбен бірге болыңыз. Картинг, спорт пен ойын-сауықтың тоғысуы, егіздердің жарысы. Өзгенің сырын ұққыңыз келе ме? Ендеше физиогномикаға ден қойыңыз. Әлемдік жоғары технология мен қазақ өнертапқыштарының тың жаңалығы біздің назарда. Кино әлемінде не жаңалық? Ал кинолардың түп төркіні кітап екенін сіз білесіз бе? Бүгін халықаралық кітап күні. Белгілі жазушының белгісіз сыры Тұрсын Жұртбай. Қазақтың ерке қызы Мақпал Жүнісованың эксклюзивті сұхбатымен жан жадыратар әні. Алдағы 1,5 сағатта біздің бағдарламада. Арнадан алыстамаңыздар. Дүкенге барып, тауарлар таңдап жатқанда Қазақстанда жасалған деген жазуды көрсем, көзім жайнап, көңілім марқая түседі. Ал қазақстандықтар ойлап тапқан дегенде қуаныштан төбем көкке екелі жетпей қалады. Мен қазір дәл сондай жағдайда тұрмын, қымбатты телегөрермендер, және мені мұндай мақтаныш сезіміне бөлеген кім дейсіздер ғой? Таныс болыңыздар, бүгін бізде қонақта жас өнертапқыштар, ол Раухат Аркулов пен Аблайхан Әділбек. Ардақтағы ағайын, Қостанай қаласындағы физика-математика бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі филиалының 11-ші сынып оқушылары. Сәлеметсіз. Қош келдіңдер. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Мен таң қалып отырған бұл қазақ үй. Бұл қазақ үй несімен сиқырлы, несімен ерекше? Киіз үй, қазақ үй әр жерде әрқалай аталады, Иә, яғни бұл ата-бабамыздан қалған тарихи мұрамыз, және яғни мәдени мұрамыз қазақтың киіз үйі кәдімгі. Оның ерекшелігі неде, яғни бұл киіз үй ата-бабамыздан қалған өз қасиеттерін сақтап қалған, яғни ол тез құрылып, тез солай жиналады, иә. Бірақ бұның тағы да бір ерекшелігі ол заманауи технологиялармен қамтамасыз етілген. Иә. Ол оның маңыздылығы неде? Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, қазіргі таңда рухани жаңғыру болу керек, яғни жаңғыру дегеніміз технологиялық жаңғыру болу тиіс, яғни модернизация, технологиялар дамыту. Алайда рухани, яғни ұлттық санамызды және де мәдени және салт дәстүрлерімізді сақтамасақ, ол жаңғырудың ешқандай пайдасы да болмайды. Өте дұрыс айтасың. Сол үшін біз осы киіз үйді жасауды ойлап таптық. Бұның жұмысымен, бұның ерекшелігімен таныстырайықшы, Раухат, Аблайхан. Бірінші ерекшелігі ол ұлттық бренд, яғни біз ең бастысы осы жаңарған ақылды киіз үйді бірінші өзіміздің елімізге көрсетіп, оның жаңа функцияларының, киіз үйдің жаңа көрсетіміз келеді. Яғни осы арқылы біз оны әлемге паш етіп, өзіміздің дәстүрімізді, өзіміздің киіз үйімізді көрсеткіміз келеді. Иә, енді Экспо 2017 халықаралық көрмесінде біздің елімізге әлемнің көптеген миллиондаған туристер келген кезде біз не көрсетеміз? Міндетті түрде ұлттық құндылықтарымызды көрсетеміз. Ал ұлттық құндылығымыз біздің қазақы киіз үй. Бұл киіз үй несімен қызықтыруы тиіс деген сауалға қазір Аблайхан жауап береді. Несімен қызықтыруы тиіс, яғни бұл толығымен автоматтандырылған, яғни адам енді үйінде өзі ештеме жасау керек емес те. Ол жасайтын барлығын технология, яғни мобильді құрылғы арқылы де үйіңізді басқара аласыз. Яғни біріншіден үйге кірген кезде сіз есікті телефон арқылы аша аласыз. Бұл қазақ үйді сөйтіп ашуға болады? Иә. Киіз үйді. Қазір ашуға мүмкіндік бар ма? Әрине. Қымбат телегөрермендер, байқасаңыздар, бізде дәл қазір бұның барлығы міне тоққа қосылған, яғни электронды нұсқада жұмыс істеп жатыр, және арнайы программа енгізілген, ұялы телефонға да, және киіз үйге де. Ең біріншіден, осы үйге кіру, осы киіз үйге кіру конфиденциалды болып келеді, яғни оған ұрылар кіре алмайды. Біріншіден сіз Bluetooth модульмен қосыласыз телефон арқылы, яғни пароль жазып, одан кейін сіз осы біздің жүктемені жүктеп аласыз.
осыдан кейін осы белгілі бір QR код Арнайы арқылы өзің, иә оны сканерден өткізіп Иә, сканерден өткізейік, міне. сканер өткізгеннен кейін Аха. Есік ашылады. Есік ашылады. кейін оны қайтадан дәл солай жаба аламыз. Міне, қымбат телекөмерде көрсеңіздер, бір ашайықшы тағы да. Тағы да бір рет ашып. Міне, қарап отырмыз, қазір есік ашылады. Міне Есік ашылды. ашылған көресіз. Қымбатты көрермендер. Дәл осылай бұл енді расымен де ұрыларға Қиын тосқауыл, болады, иә, үлкен қиын болады. Енді дәл солай жабамыз. Бұндай QR кодты сіздің үйіңізде ғана болады. Яғни оны басқа ұрылар оны жасап, оның кілтін, яғни бұл мобильді бағдарламаны біз сіздер үйде сатып алған кезде, яғни осындай үй құрылған кезде ғана осы мобильді бағдарламаны жүктей аласыз. телефоныңызға жүктей аласыз. Бізге хабарласқан көрермен бар дәл қазір. Біз байланысқа қосайықшы. Қайырлы таң, өзіңізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Аха, қалдарыңыз қалай? Жақсы, өте тамаша. Қайырлы таң, Жансерік. Бүгін Аха. ерекше әдемі болып, реңіңізді мына қызғылтым түспен ерекше ашып тұр екен. Рахмет. Мен Жезқазғаннан Ғайша деген қарындасыңыз болам. Аха, өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Мына көрермендер келіп отырған екі Назарбаев зияткерлік мектебінің екі оқушысынан сұрақ қойғым келіп отыр. Осы көрсетіп жатқан өнімдеріңіздің патентін алдыңыздар ма? Авторлық құқық қорғалған ба? Осы жөнінде айтып кетсеңіздер. Яғни патент алынды ма? Авторлық құқық Енді бұл туралы. идеяны қазір уақытта ұрлау деген қазір жылдан болды ғой, иә? Технология қазіргі дамыған заманда кезінде, қазір идеяны бірден ұрлап патенттеп алады. Сол үшін міндетті түрде патент керек. Яғни бұл идеямызды өзімізге иелендіру үшін біз юстиция министрлігіне, яғни департамент Әділет министрлігі. Әділет министрлігіне жаңағы өтініш жазған болатынбыз. Сол өтініш бойынша енді болашақта осы киіз үйімізге патент аламыз деп ойлаймыз енді. Міндетті түрде. Яғни авторлық құқықты сақтап қалу үшін міндетті түрде патент алуымыз керек. Ары қарай жұмысын жалғастырайық. Ары қарай не істейміз? Келесіден ол үйдегі осы киіз үйдегі электр шамды қосу, оны екі жолмен жасауға болады. Жаңағындай QR кодты сканерден өткізу немесе дауыс арқылы. Бірақ та қазір интернет істемей тұр, бірақ осы QR код Bluetooth арқылы жасайды. Ал дауыс интернет арқылы. Қайтадан дәл солай QR код арқылы Жарық, яғни ішіне, ашып қоямыз ба, жоқ әлде көрінеді ме бай? Көріне ол терезесі бар ғой. Терезесі бар. Жақынырақ камерадан келіп түсірсе, қазір бізге асықпаңыз. Асықпайық сәл. Мүмкіндік болса, жақынырақ жарықтың жанғанын көрсетейікші. Киіз үйдің жарығын қазір жағып көрейік, е? Иә, көрейік. QR код арқылы жағамыз. Қымбат телекөрермендер, назар салыңыздар. Аха. Сканерден өтті. Ол, міне, қосылды. жарық жанды. Қандай керек? Сондай-ақ ауызбен де айтсақ болады, ауызбен, Ол бірақ интернет арқылы жұмыс интернет істейді. арқылы жұмыс істейді. Яғни бұл свет жағу арқылы біз нені көрсеткіміз келді? Сөндіре аламыз. Ары қарай сөндіре аламыз. Бұл свет жағу арқылы біз үйдегі барлық өзіңіздің құрылғыларыңызды, яғни үтіктен бастап өзіңіздің газ плитаңызға дейін сөндіріп қоса алатындығыңызды айтқымыз келіп отыр. Арақашықтыққа мән бермейді ғой. Мәселен мен Мәселе интернет арқылы жұмыс істейтін жаңа айтқан болатын, яғни сіз басқа елде болып отырып өзіңіздің үйіңіздегі мысалы үтікті де сөндіре аласыз. енді ішін ашып көрейікші, ішінде не бар бұның? Әрине. Мүмкіндік бар ғой, ашып көруге. Ішін көрсеңіз, ішінде бізде температураның бір баланста ұстау үшін керекті екі зат бар. Біріншіден ол кондиционердің модулі, яғни температураның датчигі жұмыс істеген кезде, егер де температура нормадан асса, онда кондиционер қосады. Ал егер де нормадан төмен болса, астында көріп тұрғаныңыздай, Мынау теплый пол дейміз, жылы пол. Жылы еден. Жылы еден. Ол қосады. Яғни үнемі сіздің үйіңізде температура бір нормада тұратын болады. Яғни тепе-теңдікті сақтап отыр. Және де тағы да бір ерекшелігі, осы үйіміз күн панельдерінен құралған, яғни қазіргі таңда сіз жай ғана электр тоғын қоспай, ашық күндері осы күн панельдерінен тоқ алып осы жарықты экономдай аласыз. Яғни бұл Экспо 2017 көрмесіне тікелей Баламалы энергия. Бізге керегі осы ғой, болашақ энергиясы деген осы. Яғни күнді құрдан құр жібермей, күннің энергиясын пайдаланып үйіңді жарықтандыру, расымен де керемет деңгейде. Жігіттер, мынау қазіргі нағыз жастардың керекті дүниесін ойлап таптыңдар. Нағыз міне ақыл жастан деп бекер айтпаған. Адамзатқа қажетті бүгінгі сұранысқа ие дүние. Экспода біз не көрсетеміз деген кезде, міне осы дүниелермен біз мақтаныламыз болашақта. Ақылды үйде осыны айтыламыз. Ендеше Астанаға жиі келіп тұрыңыздар. Құдай қаласа, Экспо 2017 көрмесінде көрсейік.
міндетті түрде, иә. Қостанайға жалынды сәлем, арнайы уақыттарыңды бөліп, келгендеріңе шын жүректен алғыс айтамын. Және мектептің басшылығына рахмет айтамыз, осындай жігіттерді, осындай оқушыларды, білімді оқушыларды тәрбиелеп жатқанымыз үшін. Ал әлемде, техника әлемде қандай жаңалықтар бар, қымбатты телекөрермендер, дәл қазір біз хай-тек айдарына кезек береміз.